Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз математикалық сауаттылықтан нөмір 4-ші нұсқаның толық нұсқасын талдайтын боламыз. Сонымен бірінші есебі. Шаршының әрбір қабырғасын 30%-ға кемітсе, оның ауданы неше пайызға кемейді деген екен. Сонымен біз кішкене шаршысыз болайық. Мына бізге бастапқы шаршымыз. Және бұның қабырғасы А-ға тең. Ал енді осыны 30%-ға кемітеміз, сонда ол шаршымыз кішірек кетеді. Енді өзі басында ол 100% болатын, одан 30%-ды алып тастасақ, бізден 70% қалады. Ал 70% деген сол 0,7-ге тең болды. Сонда 0,7 А болады екен. Енді сұрап тұр бізге алғашқы ауданымыз келесі қысқарғандағы ауданнан неше пайызға кемі дейді. Неше пайызға? Аудан. Ал енді шығарып көрейік. Шаршының ауданы ол А квадрат. А квадрат болып есептелінеді. Бұл бастапқымыз бұл 100%-ды береді. Яғни өзгермеген уақытта. Енді 30%-ға кеміді, яғни 0,7 А квадрат болады. Ауданы. Бұл X%-ды береді. Енді X% табайық. X%-ды тауып алу үшін 0,7 А-ны 2 рет жазып алайық. 0,7 А деп. Себебі квадратын сұрап тұр. Көбейтемін 100-ге. Бөлемін оны А квадратқа. Алардың бәрі қысқарып кетеді. Сонда 0,7-0,7-ге көбейткен кезде бізден 0,149 шығады. Тең болады 0,149, көбейтемін оны 100-ге болады. 100-ге. Бұны көбейткен кезде 49% береді екен. Яғни біздің кейінгі неміздің шаршымыздың ауданы 49% болады екен. Енді бастапқы 100%-дан 49% алып тастаймыз. Сонда 51%-ға кемейді. Енді жауабымыз сонда 51% болып тұрған екен. 51%-ға кеміген екен. Сонда бізден әрбір қабырғасын 30%-ға кемітетін болсақ, бізде онда ауданымыз 51%-ға кеміп тұр. Келесі екінші есебіміз ол былай дейді. Арыстан бір қойды 2 сағатта, қасқыр 3 сағатта, ал ит 6 сағатта жей алады. Олар барлығы жабылып, осы қойды қанша уақытта жеп бітіреді екен. Бұл есебіміз 6 сыныпта оқулықтың ішінде бар, бірлесіп орындалатын жұмыстар деген тақырып бар, сондықтан сол есептен сол тақырыпқа келеді. Енді бүйтеміз. Қой біреу ғана, бізде соны біліп алайық. Бір қой бар. Қой біреу ақ. Ал енді қараңыздар. Қасқыр, яғни сол нені қойды 2 сағатта жейді. 2 сағатта жейді. Ал кім қасқырымыз 3 сағатта жейді. Итіміз 6 сағатта жейді. Бірігіп деген сөз бар, жабылып деген сөз бар. Сондықтан барын бір-біріне қосамыз. Ортақ бөлім 6 болады. Бірінші бөлшекке толықтауыш көбейткіш 3-тен, екінші бөлшекке 2-ден, үшінші бөлшекке 1-ден тиеді. Сонымен 3 қосамын 2 қосамын 1 тең 1 болады екен. Сонда біздің берілген қойымызды үшеуі жабылып 1 сағатта жеп бітіреді. 1 сағатта. Сонда жауабы 1 сағат болады екен. Кезекті үшінші есебіміз. Бір қалаға 100 турист келді. Олардың 10-ы неміс тілінде, француз тілінде білмейді. 75 адам неміс тілін, 83 адам француз тілінде. Неше турист 2 тілді де біледі дейді. Сонда неше адам 2 тілді білетінін тауып көрейік. Ол үшін білмейтіндерді азайтып алайық. 100-ден алып тастаймын 10-ды. Яғни біз мүлдем тіл білмейтіндердің саны бізге қажеті жоқ. Сондықтан бізде француз және неміс тілін білетін 90 адам бар екен. Ал енді біз келесі амалда 75-ке 83-ті қосамын. Себебі тіл білетіндерді қосып көрейін. Бұл жерде болады бізге 8, 15, 158. Енді 158-міз бізде 90-дан көйіп кетті, сондықтан 158-ден алып тастаймын, 90 адамды алып тастаймын. Сонда менен шығады 68 адам. Бұл 68 адам дегеніміз бұл көбейіп тұр, яғни артық адам болып тұр. Бұл артық адам болмайды, бірақ бұлардың аты 2 тілді де білетін адамдардың саны шығады екен. 2 тілді де білетіндер саны. Тілді де білетіндер саны.
Міне сонымен жауабы 68 болады екен. Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Біз кешегі нұсқа талдаудың нөмір 4-ші есебін талдайтын боламыз. Есеп былай: бір сынып оқушылары бір-біріне кітап сыйлады. Егер 600 кітап алмастырылған болса, сыныпта қанша оқушы бар екен дейді. Сонымен бұл жерде біз бірнеше екі тәсілін көрсетіп жіберейін. Сондықтан бірінші тәсіл. Ол кәдімгі формулаға саламыз. S тең n көбейтемін n азайту 1 деген формуласы бар. Өзінің соған салып көрейік. S деген менде 600-ге тең, n көбейтемін n азайту 1. 600 тең n квадрат азайтамын n. Содан болады n квадрат азайтамын n, 600 азайту 600 тең 0 болады. Бір айнымалысы бар, квадрат теңде болады, вет теоремасымен салып шығаруға болады. Келтірген квадрат теңде болғандықтан. Енді 600-ді 4-ге көбейтсең 2400, оны 1-ге қоссаң 2401. Ол қандай санның квадраты екенін оқушы ол жерде есептеп отыруға да уақыт керек болады. Сол үшін оқушы не істеу керек? 600-ді көбейткіштерге жүктеуіміз қажет болады. Бірінші 2-ге бөлемін, 300 болады. 300-ді тағы 2-ге бөлемін, 150 болады. 150-ді тағы 2-ге бөлемін, 75 болады. 75-ді 3-ге бөлемін, 25 болады. 25-ді 5-ге бөлемін, 5-тен тет, 5-ді 5-ге бөлем 1-ден болады. Енді бұл жерде біз біреу n-ге тең, біреу содан 1-ге кем болатын сандарды есептей саламыз. Қарап отырсақ, мына жерде 25-ті береді. Ал мына жерде мына 4-еуінің көбейтіндісі 24-ті береді. Сонда бізде барлық оқушы санымыз 25 болады екен. 25 ол өзіне таратпайды, сондықтан қалған 24 кітап алып келеді екен. Сонымен бұл бірінші тәсіл болады. Енді осы 4-ші есептің екінші бір тәсілі, ол әсіресе курстарда жабайы тәсіл деп айтады екен, бірақ мектеп бағдарламасында тесттің жауаптары арқылы жұмыс істеу деп айтылады негізі. Енді бұл жерде біз жауаптарын қоя салуға болады. Енді қараңыздар, жауаптарын қалай қоямыз? Егер де біз n-ді 32 деп алатын болсақ, одан кейінгі ол өзінен басқа сандарға, өзінен басқа оқушыға неғымайды, бермейді. Сондықтан бұл жерде 3-3-ге көбейткеннен 900 деген сан шығып кетеді. Бұл біріншісі қараңыздар. 32 деген кезде ол 900-ге. Сондықтан мына жерден 40 міндетті түрде болмайды, 30-да міндетті түрде болмайды, себебі олар көбейіп кетеді. Енді бізде екінші бірі қалды 25. Ол өзінен басқасының барлығына береді, сондықтан 24 болады. Енді 25-ті 24-ке көбейте саламыз, сонда 600-ге тең болады екен. Сонда берілген оқушыларымыздың саны 25 болып тұр. Кезекті 5-ші есебіміз. Есеп былай дейді: 200.017-ден 2017 санын алып тастағанда дейді, шыққан нәтиже қай санға бөлінбейді деп жазып қойыпты. Бұл жерде жауаптарын жазылар. 2, 3, 7, 11 деген сандар. Жауаптары осылар. Енді бұл жерде не істейді оқушы? Оқушы алады да 200.017-ден 2017-ні алып тастайды. Ол міндетті түрде алып тасталынады. Бұл ештеңке етпейді, яғни оқушы ала берсін. Бұны алғанда дұрыс, азайтқанда дұрыс. Сонымен 198 деген сан қалады. 198.000 деген сан қалады. Енді ары қарай қай санға бөлінбейді? Мына тұрған 0 дегенім бұл жұп сан, сондықтан бұл 2-ге бөлінеді. Жұп сан. Сондықтан 2-ні алып тастаймын. Ары қарай 198. 1 қосамын 9, қосамын 8 болады 18. Бұл 3-ге бөлінеді, сондықтан бұны 3-ті деп тастаймын. Ары қарай 198. Енді бұл 198-ді 1-ге 8-ді қосқан кезде 9 деген сан шығып тұр. Сондықтан бұл сан 11-ге міндетті түрде бөлінеді. 11-ді алып тастаймын. Ал енді сонда біздің жауабымыз кім қалады екен? Жауап ретінде 7 ғана қалады. Міне 7 деген. Сонда оқушы берілген сандарды азайтып, нәтижесін білсе, ары қарай шығару оңай болады.
Алтыншы есеп кезектісі. Сандар белгілі бір заңдық нәтижесінде алынған сұрақ белгісін қандай санмен алмастыру керек дейді. Егер 25 тең 10-ға, 238 тең 48-ге, 15 тең 5-ге, 46 тең 24-ге, 50 тең 50-ге болатын болса, 631 неге тең екен дейді. Енді қараңыздар, заңдылықта болайық. Біріншісі 2 көбейтемін 5 10-ды береді. Бірінші есепке заңдылықты таптық, енді соны қалғандарына тексеріп көрейік. 2 көбейтемін 3 көбейтемін 8 48 шығады. 1 көбейтемін 5 тең 5 шығады. Ары қарай 4 көбейтемін 6 24 шығады. 5 көбейтемін 0 ол 0 шығады екен. Енді осы заңдылықты анықтап болдық. Енді 631-ге пайдалана саламыз. Көбейтемін 1 тең 18 болады. Сонда есептің жауабы 18 болады. Бұл жерден оқушылардан көбейту кесте сұрап тұр. Кезекті 7-ші есебіміз ол былай делінген. ОБТ тапсырылған екен, және ол 10 рет тапсырылған. Сол 10 рет тапсырылған ОБТ-ның нәтижелері көрсетіліпті. 78, 80, 82, 85, 88, 86, 84, 83, 87, 89 деген осы мәліметтер бойынша арифметикалық ортасын табу керек екен. Енді бұл жерде оқушы математика курсындағы терімділік қасиетті пайдаланса есеп тиімді шығарылады. Сонымен 82 менен 88-ді алайық. 82-ге қосамын 88-ді. Болады 170 болады. Ары қарай 83 менен 87-ні алайық. 83 қосамын 87. Бұлар да 170 болады. Ары қарай 86 менен 84-ді алайық. 86 қосамын 84. Бұлар да 170 болады. Яғни 6-ау кетіп қалды. Ары қарай бізге жұп сан шыққаны керек, сондықтан мен аламын бұл жерден 78 менен 80-нің қосындысын алам. 8 158 болады. Ары қарай 78 мен 80-ді алып қойдық. Енді бізде 85 пен 89-ды 85-ге қосамын, 89-ды қосамын. Бұл жерден 474 деген сан шығады. Енді мына үшеуінің қосындысы, бұлар 17-ні 3-ке көбейтсем 510-ды береді. Ары қарай мына екеуін қосамын, 12 бір ойда, 12 ойдағы мен 13 бір ойда 332 деген санды береді екен. Енді екеуін қосам. Қосқан кезде маған 2, 4, 842. Сонда барлық 10 тесттің қорытындысы 842 болады. Ал арифметикалық ортасын табу үшін 842-ні бөлемін 10-ға. Сонда 84,2 деген сан шығады екен. Сонда біздің тапсырылған ОБТ-ның орташа арифметикалық ортасы немесе орташасы 84,2 деген сан шықты. 8-ші есебіміз былай дейді. 2, 6, 12, 20, x 42, 56, 72, y сандар қатарында заңдылықты анықтап дейді. Y-тің x-ке қатынасының 4 дәрежесін табыңыздар деген. Енді қарап отырсақ, берілген есепте көбейту кесте сұрап отыр екен, ол былай болады. 1-ді 2-ге көбейтсем 2, 2-ні 3-ге көбейтсем 6, 3-ті 4-ге көбейтсем 12, 4-ті 5-ге көбейтсем 20, 5-ті 6-ға көбейтсем 30. Бұл x-тің мәні шығып тұр. Ары қарай 6 жердегі 7-ім 42, 7 жердегі 8-ім 56, одан кейін барып 8 жердегі 9-ім 72 болады. Одан кейінгі 9 жердегі 10-ім 90 болады екен. Бұл жердегі бұл 90 деген мәніміз y-тің мәні. Сонымен енді табам. Y-ті x-ға бөліп, нәтижесін 4 дәреже шығарамын. Сонда 90-ды 30-ға бөлемін, нәтижесін 4 дәреже шығарым керек. Сонда 3-тің 4 дәрежесін сұрап тұр, бұл жерде 81 болады. Міне есептің жауабы 81 шығып тұр. Кезекті 9-шы есебіміз ол кесте түрінде берілген, сондықтан мен кестені сызбадым. Кестеде Астана қаласының 18 мен 24 қыркүйек аралығындағы ауа райы кестесі көрсетілген. Яғни бір апталық уақыттың бір аптаның ішіндегі 15 менен 17 уақыт аралық, яғни 3 менен 5-тің арасындағы температуралар көрсетіліпті.
19, 20, 18, 17, 19, 18, 19. Сөйтеді бізге моданы тап дейді. Моданы табу керек екен. Ал мода дегеніміз ол ең жиі кездесетін санды айтады. Біреу, екеу, үшеу. Бізде плюс 19 градусымыз ол 3 күнде кездесті, сондықтан мода дегеніміз осы сан болады. Төртінші нұсқаның соңғы 10-шы есебі ол былай делінген. Үйдің айналасына ені бірдей плиталар төселген, суретте үйдің жоспары плиталармен қоса көрсетілген деген. Үйдің ауданы 80 метр квадрат. Плитаның енін x метр деп алатын болсақ, үйдің ауданын табуға арналған теңдеуді көрсетіңіз дейді. Енді бұл жерде аудан берілген үйіміздің айналасы, яғни тіктөртбұрыш күйінше болып тұр, сондықтан S тең А көбейтемін В болады. Мынаны біз А, мынаны В деп алатын болсақ, екеуінің көбейтіндісі болады. Сондықтан енді бізде плиталардың ені бар, сондықтан 7,8-ден X алып тастаймын. Біреуінде енінен одайын бар 9,8-ден X алып тастаймын. Сонда бір қабырғамыз 7,8-дің X-ке азайтылғаны болады, екінші қабырғамыз 9,8-ден X азайтылғаны болады. Енді аудан тең. Ауданның орнына 80 тең, 7,8 азайтамын X, 9,8 азайтамын X болады. Міне осымен есептің жауабы өрнегіміз шығып келіп отыр. Көрермен, осыменен нөмір 4-ші нұсқамыздың толық нұсқаларының шығарылу жолы таңдалды. Егер каналда пайдалы деп тапсаңыздар, онда сіздерден лайк, комментарий күтемін. Хош, сау болыңыздар.